Ұлттық арнада ашық алаң. Студияда Мақсат Толықбай. Маңғыстау мен Сыр еліндегі қуаншылық күллі қазақты алаңдатып отыр. Әйтеуір бірігіп, шамасы жеткенше жемшөп жіберіп жатқан белсенділерді байқадық. Ал мемлекет тарапына қандай қолдау бар? Қызылорда облысы Арал ауданында төтенше жағдай жарияланды. Өз кезегінде Маңғыстаудың шенеуніктердің не ойлағаны бар? Өлетін мал өлді ғой, ал қалғанын қалай аман сақтап қаламыз? Ашық алаңда талқылайықшы, армысыздар. Патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар, не болмаса WhatsApp әлеуметтік желісіне жазсаңыздар болады. Тақырыпқа ой қосайық, атсалысайық. Әсіресе мына осы қуаңшылық болып жатқан өңірлердегі шаруалар, тұрғындар бізді көріп естіп отырған болса, құрметті спикерлер, қош келдіңіздер. Енді биылғы қуаңшылық ешкімге де бір оңай болмайын деп тұр. Шаруалардың алдынан министрді қызметінен айырды. Өткен сенбі күні президенттің төрағалығымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында Қасым-Жомарт Тоқаев осы құрғақшылық, қуаңшылық болып жатқан әр өңірге жеке-жеке тоқталып, бірқатар тапсырмалар берді. Жағдай өте күрделі деді. Артынша ауыл шаруашылығы министрі қызметінен босады. Уақытша соның міндетін атқарушы болып тағайындалған, айтайын дегені, Ербол Қарашөкеев күні кеше Маңғыстаудың шетпесіне барды. Кіммен кездесті, не айтты? Біз осыны білу үшін алдымен тікелей эфирді пайдаланып, Skype арқылы Маңғыстаумен байланысқа шығайықшы. Маңғыстау облысы, Маңғыстау аудан әкімінің орынбасары Аққұлов Асқар Лақпайұлы. Асқар мырза, қайырлы кеш, дауысым естіліп тұр ма? Қайырлы кеш, саламатсыздар. Жақсы естіліп тұр. Бүкіл отандастарымыз тікелей эфирде сізді тамашалап отыр. Сонымен кешегі кездесуде не айтылды? Шаруаларға бұйырса қандай көмек болады? Осыдан бастайықшы әңгімені. Яғни кеше 14 шілде күні жаңадан осы ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушы Ербол Шырақбайұлы Қарашөкеев Маңғыстау облысына сапары бойынша ең алғашқысымен осы Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданынан бастады. Осы жерде шаруа қожалық иелері, қоғам белсенділері арқылы жиын өткізілді. Осы алқалы жиында бірқатар мәселелер қозғалды. Мына үкімет резервінен қазір таңда өміріміздің ауыл шаруашылық жануарларының аналық басына бөлінетін 1,9 миллиард қаржыға байланысты осы мал басын бірдейлендіруге қатысты сұрақтар қозғалды. Сонымен қатар қазір Маңғыстау облысы Бейнеу ауданындағы қазір таңда жұмыс тоқтап тұрған Бейнеу ұн терминалы бағыты бойынша жұмыстарды